Мен теңіз айлағындағы бір кешенді құрылыс жұмыстарында бригадир едім. Құрылысшылар сағат таңғы 7-де жұмысын бастап кетеді. Бірақ бір жұмысшы әдеттегіше сағат 9:30-да ұйқыдан әрең тұрды. Аяғына сүйретпесін іле салып еріне басып дүкенге кетті. Нан мен айран әкеліп таңғы асын ішті. Одан соң ғимарат артындағы бір қуысқа кіріп кетті. Ол жерден әдеттегідей есірткінің түтіні будақтап жатты. Сөйтіп жұмысқа кірісемін дегенше сағат 12-ге барып қалды. Күн де солай. Оның міндеті баспалдақтың жақтауларын бояу. Бірақ күнде бітетін шаруа. Міне 4-ші күнге кетіп бара жатыр. Уақыт созылған соң бояуды қатады. Әлгі сабазым оны ерітіп, жұмысын енді бастаймын деп еді, мешіттен азан дауысы естілді. Ол түскі асты сылтауратып тағы кетті. Осы кезде мен ызадан жарылып кете жаздадым. Бұдан әрі шыдау мүмкін емес. Бастыққа барып, оның тірлігіне әбден тойғанымды айттым. Біз одан тек шығын көріп отырмыз. Жобаға бір тиын пайда келіп жатқан жоқ. Бір мал иесіне пайда келтіреді, бір мал иесін өлтіреді деген, оны жұмыстан шығарып жіберу керек, дедім ашуланып. Басшы жымиып күлді де сабырлы қалыпта жауап берді. Оның бізге бір тиын пайда келмесін мен де білемін, шығарып ақ жіберер едім. 2 туп бір қалғаным емес. Бірақ үйдегі әйелі мен баласын аяймын. Қызы 6 жаста. Ол өзі бір айдың 25 күнін біздің қасымызда өткізеді. Әйелі мен кішкентай қызы одан жырақта тыныш өмір сүріп жатыр. Айдың соңында бір аптаға үйге барып қайтайын деп айлығын сұрайды. Оның жартысын өзінің тамағы мен темекісіне жұмсайды, қалғанына сыйлық пен ойыншық алып, бала-шағасына аттанады. Сөйтіп бір апта мауқын басып қайтады. Ал егер мен оны жұмыстан шығарып жіберсем не болады? Ол үйіне құр қол оралады. Ойыншық та жоқ, сыйлық та жоқ. Сидиған ағашта көлеңке болмайды, сырдан қаққан адамда береке болмайды деген. Сол күннен бастап қол қусырып үйінде отырады. Сандалы бәр белеге шатылады. Ішіп шегетін бәле іздеп әйелінің сақинасын сатады. Келесі күні қызының білезігін өткізеді, үй ішін мезетіп жылатады. Алдымен әйелімен ұрсысады, келесі күні қызын ұрады. Байқұстарға күн көрсетпейді. Олардан береке кетсе бізде мереке болады деймісің? Кім біледі? Құдай бізді сол әйелдің дұғасымен жарылқап отырған болар. Сірә оның кішкентай қызының тілеуімен жұмысымыз өніп, біздің де үйге береке дарып тұрған болар. Есіңде болсын, пайданың бәрін қаржылай табыспен есептей беруге болмайды. Пайдасыз 1000 теңгеден қайырлы 1 теңге артық деген. Өмірде кейде пайдадан да бас тартып шығынға мойынсыну керек деді. Басым салбырап кері қайттым. Келсем әлгі сабазым бір ағаштың көлеңкесінде қаннен-қаперсіз ұйықтап жатыр екен. Сол күннен бастап оны көргенде үйіндегі кішкентай қызын елестететін болдым. Мынадай әкенің лаңын көрмей, қамсыз өтіп жатқан балалық шағын көремін. Сондықтан жұмысына орынсыз шүйліге бермеймін. Әрі пайданың бәрі ақшамен есептелмесін түсіндім.